Сәлем қыздар, бүгінгі видеода ноқаттан жасалатын өте дәмді әрі пайдалы ноқат сорпаның рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап лайк басып, видео пайдалы болды ма, соны жаза кетіңіздер. Бұл мен үшін өте маңызды. Ең алдымен ноқаттың өзін бөлек қайнатып жұмсартып аламыз. 250 грамм ноқатқа су құйып, үстіне жарты столовый ложка сода қосып қайнатамыз. Сода жалпы ноқатты жұмсарту үшін қосылады. Сорпасын дайындау үшін қызып тұрған қазанымызға майымызды құйып, жақсылап қыздырамыз. Ең бірінші пиязымызды салып, қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Пияздың үстіне майдалап туралынған етімізді салып, жақсылап қуырамыз. Қызарғаннан кейін оның үстіне кубиктап туралған сәбізімізді саламыз. Оны да жақсылап араластыра отырып қуырып аламыз. Картопты да майдалап турап, оны да қазанға салып, жақсылап қуырамыз. Негізі сорпаның дәмді болып шығуы оны қызартып қуыруынан. Бір ас қасық тұз салып, жақсылап араластыра отырып қуырамыз. Қызарту үшін мен 2 ас қасық икра қостым. Оның орнына кәдімгі томатты қоса берсек болады. Ең соңында көк болгарскийді майдалап кубиктап турап, оны да қуырып аламыз. Барлығын қуырып болғаннан кейін жеткілікті мөлшерде су құямыз. Суды өздеріңіздің күнделікті істеп жүрген сұйық тамақтарыңызға қарай құя берсеңіздер болады. Чесногымызды салып, бетін жауып қайнатамыз. Алдын ала қайнатылған ноқатымызды сүзіп алып, бір рет таза суға шайып аламыз. Қайнап тұрған сорпамызға ноқатымызды салып, жақсылап араластырып, бетін қиғаштап жауып, яғни толық жаппай, жарым-жартылай жабамыз да отын баяулатып, 1 сағаттай қайнатамыз. Сорпамыздың дайын болуына 10 минут қалғанда барлық зелендерімізді турап, қазанымызға салып, 10 минуттай қайнатамыз. Мінекей ноқат сорпамыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес етемін. Барлықтарыңызға ұнайды деп сенемін. Егер де видео ұнаса, лайк басып, коммент қалдырып, менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.